Баршаларыңызға сәлем достар, сіздермен Динара. Бүгін сіздермен үйдегі бар заттардан жасалынатын тез, оңай әрі тойымды салат жасайтын боламыз. Салат түрлі специяларды қажет етпейді. Видеоның соңына дейін қарап, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен біз шұжықты видеодағыдай төртбұрышты формасына кесіп аламыз. Барлық қажетті ингредиенттерді видеоның астында описанияда қанша мөлшерде екенін көре аласыздар. Қиярды төртбұрышты формасына кесіп аламыз. Тура осы салатқа ұқсас бақор салаты да бар, бірақ ерекшелігі төртбұрышты формасында емес, ұсынша формасында барлық ингредиенттер кесіледі. Қызанақты да төртбұрышты формасына кесеміз. Ірімшікті де төртбұрышты формасына кесіп аламыз. Ең соңында мен дайын сухарикті қостым. Өз еркіңізбен, егер дайын сухарик болмаса, өздеріңіз қолдан сухарик жасасаңыздар болады. Содан соң майонез қосып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Сонымен біздің осылай тез жасалынатын салатымыз дайын болды. Салат өте тойымды болып шықты. Маған бұл салат өте ұнайды. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Осындай дәмді рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Динара. Ас болсын.